медалі бар. Халықаралық дәрежедегі шеберлердің полиция қатарына қосылғаны жайлы драмалық хикая. Good boy. Бұл драмада бұрын спортшы болғанымен, сол кезде ішінен іріп-шіріп жатқан кейіпкерлердің спорттағы жолы аяқталған соң, қоғамдағы әділетсіздік пен қылмысқа қарсы қалай күресіп жатқаны көрсетіледі. Триллер комедия жанрында жасалғанымен, туындыда драма элементтері де басым. Бұл драма отбасы құндылығы, ұлттық мақтаныш, спортшының төзімділігі мен табандылығы, құлдыраудан кейін қайта тұру сияқты өмірде кездесетін маңызды тақырыптарды қозғайды. Басты рөлде Гринест Флаг Пакбок ойнайды, ал келесі бас кейіпкерді бізге жақсы таныс Ким Со Юн сомдайды. Ұрыста спорт шеберлігімен ерекшеленетін көріністері, терең эмоциялық желісі мен криминалды драмалық оқиғалар бұл туындыны спорт пен шынайы өмірді бағалайтын әрбір жанға көруге тұрарлық етеді. Онда лайкты ұмытпай, бәріміз бірге видеоны бастайық. Ондай сәт менде де болған, жүрегім дүрсілдеп, өкпем кеудеме сыймай, жарылып кетердей айқайлап, арманыма қарай лап қойып, жанымен от болып жанған күндерім. Бәрі де бізді атымызды атап, айқайлап қошеметтеген, бізді батыр етіп көтерген сәттер еді. Иә, сол кезде бәріміз батыр едік. Бірақ жарықтан алыстаған сайын біз ұмыт болдық. Сол күндер енді тек жай ғана ағып өткен бір сәттей ғана болып қалды. Осылайша кино басталады. Басты рөлдегі жігітіміз бұрын кәсіби боксшы болған, ал қазір рингпен қош айтысып, полицияда қызмет етіп жүрген жан. Оның есімі Йон Ду Жу, ал капитанымызға келсек, байғұс қолдан келгенше тырысып-ақ жүр. Бірақ жолы болмай-ақ қойған, бірдеңе істеймін десе, сәтсіздік артынан қалмайды. Ол да бұрынғы спортшы, спорттан қол үзіп, полицияға ауысқанына біраз болған. Қысқасы, бұл қалада олардың қарамағындағы ауданның қылмыстық ахуалы мәз емес, ал ең үлкен бастықтары үнемі ашулы. Бейшара капитанымыз сол бастық ашуланып тұрған кездің дәл үстінен түсе беретін әдеті бар тағы. Ал екінші жақта біздің жігіт ақшаға мұқтаж болып, кезінде терін төгіп, көз жасын аямай жинаған бірнеше кубогы мен медалін бағалатып сатуға мәжбүр. Бір кездері жарқырап алған сол жүлделер енді тек өткеннің елесі сияқты. Уақытында мақтаныш болғанымен, қазір осындай халге түсіп отыр. Енді полиция болып бәрі жақсы ма десең жоқ, олай емес. Олар әділетсіздік көрсе, тіпті өз мүдделері үшін болса да күресуден тайынбайды. Жалпы айтқанда, бұлар ешкімге жалынбайтын, бірақ өздерінен үнемі бірдеңе сұралатын адамдар. Өзі сондай аса ашылып кететін адам емес, жеке командасы да жоқтың қасы. Бірақ енді азда болса бір көмекшісі табылып жатқан сияқты, соған да шүкір деуге болады. Ал бұл жақта болса полицияның жарнамалық түсірілімі жүріп жатыр. Хана есімді кейіпкеріміз бұрынғы халықаралық спорт шебері, қазір арнайы жасаққа өткен полиция қызметкері. Бірақ міне, тап қазір тапаншаны дұрыс ұстай алмай, сөгіс естіп жатыр. Әрине, қаруды ұстау оған жаңа нәрсе болғанымен, күш-қайраты мен тәртібімен көзге түсіп келеді. Бастықтың үнемі ашуланып жүретін себептерінің бірі атышулы Алтын Тула мафиясының басшысы әлі күнге дейін қолға түспей жүр. Қанша қазбалап тергесе де ізі суып кеткен. Сондықтан біздің жігіттер ең алдымен дәл осы қылмыстық топты құрықтауға жұмылады. Бұрын спортшы болып, кейіннен формасын шегеге іліп, қазір арнайы жасақта жүрген тергеу ісінде көзге түсіп жүрген біраз адам бар. Мысалы, Хана бұрынғы мерген, ал біздің Тунжу кәсіпқой боксшы болған. Жалпы бұлар әдеттегі тәртіппен полицияға түскендер емес. Сол себепті де алғашында бөлімдегілерге бір түрлі ережеге сай емес, бөтендеу көрінеді. Иә, спортшының түйсігі мен шеберлігі бар, бірақ қара, енді нағыз полиция деп айту қиын. Бұл сол атышулы Алтын Тула тобын қолға түсіру операциясы. Полиция бөлімінің жоспарымен әлгі ақымақты осында алдап әкеліп, айлап жылдап жинаған дәлел мен күшті осы сәтке жұмсаған. Бар үміт, бәрін бір сәтте ұстап алу еді. Кенет бір жарылыс орын алып, бәрі астан-кестен болады да кетеді. Сол сәтте қылмыскерлер полицияның келгенін түсініп жан-жаққа бытырай қашады. Шошып кеткен шошқа мен иттей сапырылысып, төбелес басталып кетеді. Ал дәл басты күдікті міне, ұстай қойыңдар деп тұрғандай, жалғыз өзі қашып, тура біздің кейіпкердің жолына шыға келеді. Енді міне, нағыз кім екенімді көрсететін кез келді дегенде, біздің жігіт тағы бір сәтсіздікке ұрынады. Ұстаймын деп жанталасып біраз алысады. Бірақ дәл шешуші сәтте, соққы жасайын деген кезде, ішіндегі ескі жара, травмасы қайта қозып, бірақ сәтте есінен танып құлап түседі. Осылайша бірнеше ай бойы соңынан қалмай қудалаған қылмыскер қолдарынан сытылып кетті. Іс нәтижесіз. Жоғарыдағылар ашуға булығып, айқай-шуға ұласып, бүкіл кінәні келіп біздің екеуінің мойнына арта салды. Ал мына жігітіміз жол патруль қызметінде жұмыс істейтін, өзі де бұрынғы спортшы. Барын салып, шын ниетімен еңбек етеді. Бірақ амал не, еңбегі үнемі елеусіз қалып бағаланбайды. Байғұс әйелі мен балалары үшін тырысып-ақ жүр, ішінен қайнап, сыртынан жымиып, күн сайын жанын салып қызмет етеді. Қиын күндер артта қалғанымен, енді міне, оның өмірінде кішкене жарық пайда бола бастайды. Крашын көріп, көз қиығын салып тұруға мүмкіндік туады. Ал ол ұнатқан жан баяғыда спортшы болған, қазір полицияға ауысқан біздің мерген қыз. Біздің кейіпкеріміздің сөзі жаман емес сияқты, бірақ неге екені белгісіз. Қыз оған суықтау қарап, еш жауап бермейді. Әлде шынымен ұнатпай ма, әлде бір себеп бар ма, түсініксіз. Хана жалғыз емес.
Артынан ерген бір емес, екі бірдей тірейлері бар, екеуі де бір-бірінен кем түспейтін, тіпті екеуі де бір адамды. Біздің кейіпкер жұмыста түнейтін болғандықтан анасы мен інісіне көп жолға бермейді. Үйі де аса бай емес, өзі де жоқшылықтың ортасына шыққан. Бала күнгі армандары жалындаған оттай, жарқ етіп өткен жастық жалын, бәрі орындалғандай көрінгенімен, дәл қазір неге бәрі осылай қиындап кеткенін түсіну қиын. Оның туған інісі де кезінде кәсіби боксшы болған. Бірақ ағасымен қарым-қатынасы онша емес, әлдебір жара, әлдебір өкпе екеуінің арасына сызат түсіріп кеткен секілді. Інісі қайда, не істеп жүргені белгісіз. Жаңағы жолыққан әлгі жігіт кезінде спортшы болған, қазір арнайы полиция бөлімінде тергеуші. Бірақ бұл жолы ол жай ғана қызметкер емес, беделді, өз ісіне мықты маман. Жай біреулер сияқты басынып, ұрсып, үстемдік жүргізе беретін адам емес екені бірден білінеді. Бақылау мен із кесу жұмыстары тоқтаған жоқ. Бірақ жүрген жерлері итте жоламайтындай қаңыраған, жан баласы жоқ сұрықсыз бір орын. Сөйтіп жүргенде көзді ашып жұмғанша кеш батып кетіпті. Бұл маңнан тірі жан өтпейді, капитан да келмеді, күткеннің бәрі бос болып шықты. Бір кезде кенеттен бір көлік келіп соғып өтеді. Әйтеуір тірі қалғанына шүкір, бірақ оңайлықпен емес. Іштей келіп мән-жайды түсіндірейін деп ойлар ма деп үміттенсе, ол не дегенің. Соққаннан кейін тоқтамастан көлігімен жүре берді. Сол сәттен кейін ол машина келген бағытты шамалап қарап еді, адам қағып, артынан ізін суытқан, қарадұрсын қашқан қылмыскер екені анық болды. Қиындық бірінен кейін бірі үймелеп келе берді. Осы сәтте қылмыстың ізімен жүгіріп жүрген Йон-жу кенет тағы бір жағымсыз хабар естиді. Інісі әлі үйге оралмағанын анасынан біледі. Қайда жүр екен десе, баяғыда өзіне жаттықтырушы болған адамның қол астында жұмыс істеп жүрген көрінеді. Мұны естіген Йон-жу іштей жарылып кете жаздайды. Ештеңе деместен тік тұрып бірден кетіп бара жатады. Ал әлгі бұрынғы бапкер болса спорт саласында аты шыққан, қазір ықпалды, беделді адамға айналған. Бірақ Йон-жу мен оның арасында бір кездері өте ауыр, қаралы тарих болғаны бірден сезіледі. Йон-жу інісін іздеп барғанымен таба алмайды. Сол сәтте бізге де өткендегі шындық біртіндеп ашыла бастайды. Баяғыда сол бапкер өз нәпсісін тежей алмағандықтан Йон-жуды саналы түрде құрдымға жіберген болып шығады. Ол Йон-жуға жазылған ем-дом дәрісінің орнына әлдебір хап, тектес тыйым салынған заттарды берген. Соның салдарынан алтын медаль жеңіп алғанымен допинг дауына ілігіп, атақ-даңқы аяқ асты болып, аты кірленіп қалған. Сол сәтте дереу ақталып үлгермесе, өмір бойғы мансап, болашақ бәрі бір сәтте күйреуі мүмкін еді. Халықаралық жарыстан кейін органдар Йон-жуды тергеп, жұртшылық жағынан жаппай шабуыл басталды. 2 жылдан астам уақыт ішінде шындықты дәлелдеп, атын ақтап шыққанына қарамастан, бәрі кешеді. Ең сорақысы, сенім мен арман күйреп, ішіндегі от өшіп қалған. Қазіргідей осындай күйге түсуінің де себебі осы. Оның өз өмірі тым өкінішті, тым әділетсіз өткен. Бірақ ол ондайларға жеңілмейді. Денсаулығы сыр берсе де, қайтадан орнынан тұрып, жолын жалғастыра береді. Жай ғана погоны бар адам емес. Ол қайратты, құқығы бар тұлға екенін дәлелдеуге дайын. Түсіністік пен құрметке лайықсыздардан еш нәрсе күтпейді. Кімде-кім оны басынғысы келсе, үнсіз отыра салатын адам емес. Ол әрбір қадамын нық басып, шегінбей, алға қарай жылжитын жан. Қазір оның басты мақсаты өзіне әдейі соқтығысқан әлгі көлікті табу. Бірақ бұл көлік камерада жазылмаған, нөмірі тіркелмеген, бәрі тым күмәнді. Не істерін білмей дал болған сәтте Йон-жу кенет бір нәрсені есіне алады. Дәл сондай көлік жақында ұрланды деген хабарламаны бірде көзінің шалғаны бар еді. Сонда демек оған соқтығысқан көлік ұрланған. Ең қызығы, бұл көлік атышулы алтын тула мафиясымен байланысты болуы да мүмкін. Бір-бірімен байланысқан жіптер енді бір-біріне түйіліп келе жатқандай. Қызмет барысында қаза тапқан әріптестің артында қалған отбасын көргенде, бар күшіңмен барып кінәлілерді ұстап алғың-ақ келеді. Бірақ тек эмоция емес, нақты әрекет керек. Ал дәл қазір Түнжі тауы жағынан бір ілік шықты. Уақытты жоғалтпай дереу жолға шықты. Бұл тұзақ па, нақты дерек пе, барып көріп қана білеміз. Осы сәтте бұрын алтын туланы ұстау операциясының құпиясын біреу іштен әдейі таратуы мүмкін екені белгілі болды. Жуырда апаттан қаза тапқан полиция қызметкері де жай ғана кездейсоқ құрбан емес, ол маңызды ақпарат білген үшін көзін жойған сияқты. Енді осы істі зерттеп жүрген Хана да қауіптің дәл ортасында болуы мүмкін. Хана байланысқа шықпай жатса да, онымен әлдеқашан адамдар келіп үлгерген еді. Олар ашықтан ашық келіп, оны жоймақ көздегендері оның жанынан өткен әріптестің қалдырып кеткен, өздеріне керек бір зат секілді. Дәл осы сәтте Йон-жу да келісілген жерге келіп қойған. Тұзақ болуы мүмкін екенін білсе де бәрібір келген. Ал бұл уақытта каптан қосымша көмек шақырмақ болды, бірақ қол астындағылары тыңдамай қойды. Көмек керек болса, менімен күресіп жеңіп ал, деп тұр, бос жүргенде ақ. Хана, Ким, каптан, Йон-жу бәрі де әрқайсысы өз жолында үлкен қиындықтармен бетпе-бет келіп жатыр. Бұл жай ғана кездейсоқ емес. Артында біреу тұр, бұл анық. Осы сәтте жол патрульдік полицияда істейтін жігіт дәл сол жерден өтіп бара жатқан. Шындыққа қарсы әділетсіздікті ол ешқашан жай қарап тұрмайды. Йон-жу айтқан мекен-жайға барса, ол ойлағандай тұзақ болып шығады. Дәл өзі іздеген көлікті жүргізген адам сол жерде болып шығады. Бірақ Йон-жу үшін ол жердің қандай екені маңызды емес. Бастысы, алтын қоянмен жүргізушіні қолға түсіру. Онсыз да сөзбен шешілмейтіндіктен ол бетпердесін киіп, іске кіріседі. Егер жан жарасы қозбаса, маскасын шешіп, қарсыласты аяусыз соққыға жығады. Сырттай сабырлы көрінгенімен, оны әлсіз деп ойласаң, қатты қателесесің.
Ал екінші жақта кимнің бұрын кім болғаны туралы айтсақ, фехтование спортынан халықаралық дәрежедегі шебер, ол да қарсыласын еркін билеп төстейтін, қимылы шапшаң, шебер спортшы болған. Барлығы да әр түрлі спорттың шеберлері. Әрқайсында спортшыға тән төзімділік, шыдамдылық пен қайсарлық бар. Осы қасиеттерін өз мамандығымен ұштастырып, қажет кезде тиімді қолдануды үйреніп алды. Мемлекеттің атынан өнер көрсеткен нағыз мықты спортшылар енді арнайы дайындықтан өткен арнайы жасақтың құрамында. Олар арқылы бұл жаттығудың қандай деңгейде екенін байқауға болады. Иә, олар бір кездері сахнадан кеткен, жарық сөнгендей ұмыт қалған болуы мүмкін. Бірақ олар өздерінің кім екенін жақсы біледі. Білмей қалай, жүректері бұрынғыдай дүрсілдеп қайнап тұр. Демі жеткенше айғайлап, ішіндегі отты сыртқа шығара алатын күш сол күйі бар.